Діни аңыздарда жеті шелпек пісіру Хадиша анамыздан қалған екен деседі. Уақи түскен соң Мұхамбет пайғамбарды дұшпандары өлтіре алмай қастандық ұйымдастырып жатты. Бір күні бір қара ниет кәуір Расулдың үйіне үлкен қара жыланды байқатпай кіргізіп жіберді. Пайғамбар ұйықтап жатады. Хадиша анамыз шелпек пісіріп жатыр еді. Бір кезде ысылдаған дыбысты естіді. Жалт қараса, улы жылан пайғамбарға төніп қапты. Сәл кешіксе шақпақшы. Хадиша шошып кетті. Сасқаннан пісіріп жатқан шелпекті жыланның алдына тастады. Жылан кілт тоқтады. Осыдан соң шелпектерді бірінен соң бірін тастай берді. Жылан екеш жылан да нанның киесінен аттап кете бермеді. Кері шегініп, кірген ізімен далаға шығып кетті. Хадиша ерінің қасына барып, жылан шағып алмады ма екен деп басын сипады. Пайғамбар оянып кетіп, не болды, неге шошып тұрсың деді. Әйелі болған жайды айтты. Пайғамбар тұрып қараса, жеті шелпек еденде жатыр екен. Жетінші шелпекті тастағанда ғана қара жылан кері шегініпті. Пайғамбар нанды көтеріп дастарханға қойды. Басының амандығы үшін Құран оқып, жеті шелпекті садақа етіп атады. Хадиша оларды көрші құланға садақа етіп таратып берді. Осыдан бастап жеті шелпек тарататын ғұрып мұсылманның салтына еніп